махаббат. Ән саламын қуанамын, келді қайын құдаларын, қарсы алайық соғып шапалақ. Ән саламын қуанамын, келді қайын құдаларын, қарсы алайық соғып шапалақ. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Бұл қыз бағып жарқырап еді, той думаным халқыма көрік. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Қағысып шапан жауып, бір тұғырға қатар қонып, құдаласу қандай керемет. Төс қағысып шапан жауып, бір тұғырға қатар қонып, құдаласу қандай керемет. Құдалар, биле құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Бәрекелді құдалар. Келіңіздер, құдаларды орнына жайғастырайық ағайын. Келіңіздер, құдаларды, құдашыларды ұстол басына жақсылап жайғастырып алайық. Бірінші нан сындырайық, шай берейік, кейін бар билетеміз. Келіңіздер гәне. Тоғашылар жағы қараңыздар енді, тамаққа қараңыздар бәріне. Құдалар қош келіпсіздер, ұстол басына жақсылап жайғасып алайық енді. Біздің жаңа құдалар, келіңіздер гәне. Қосметқан қос қашық бақытты болсын дейміз. Ал енді құрметті құдаларға біздің тоғашылар нанды жақсылап. Қуанышқа болмайды шуламай бәрі, тоймен өтсін мына жыл, мына
жарқырасын жайнасын, бері кіріс байлансын жұртым. Өздеріңсіз өзіме ұнамайды әнім. Ей құдаларым, ей құдағайларым, сынамай бәрің келдіңдер жайна бәзілмен. Құда бала құда шей хаузыңнан гүл аша. Қош келіпсіздер дейміз. Мына бүгінгі шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Құдалықтың негізгі мақсаты екі елдің таныстығы екен. Мынау ұл мен қыз бүгін ортаға алтын көпір салып жатса, бүгін енді екі елдің таныстығы осы келіп жеткен құдалармен біздің жақты, мынау ұлдың жақты әдемілеп таныстық. Сыбаға дайын ба? Алла қайындар, бірінші сыбаға дайын екен, мына сыбаған тат жіберейік, суып қалмасын. Құдаларымыздың інісі, бауыры Сәбит пен Әлібейдің атынан сыбаға ағайын. Құдаларға жақсылап сыбағасын тартып алайық, әлімен қарай барын жалғастырамыз. Билеңдер, ойнаңдар, тойлаңдар жұртым. Құда бала құда жей хаузыңнан гүл аша. Билеңдер, ойнаңдар, тойлаңдар жұртым. Қабағыңды бір байқап мыңа байладым. Құдаларым билеңдер, құдағайларым. Той кетпесін ортаңнан, жақсылық күт әр таңнан жұртым. Тапса болды қыз балы жыламай бағын. Ей құдаларым, ей құдағайларым. Жақсыбай ағамыз бен Пердегүл апамыздың төркіндері. Жақсыбай ағамыздың ағайын туысқандар сәлдерінде жақында болайық. Құдалармен танысамыз деңіздер, келіңіздер. Бір шеттен құдалармен бір таныстықты жүргізейік, әрмен қарай тойым жалғастырамыз. Негізгі құдалықтың мақсаты екі елдің таныстығы ағайын. Бір-бірімізбен жақсылап екі ел танысып алайық. Кешкеде тойда жолығуға жақсы. Келіңіздер, Жақсыбайға. Жақсыбайға. Жеке. Танысып алғаннан кейін барлығы болады ағайын. Келіңіздер, түгелдей тұрып алайық. Ал құрметті құдалар, қош келіпсіздер. Енді мына өзіміздің жақ бүгінгі біздің Нәфиса әжемізге, Жақсыбай ағамызға, Пердегүл апамызға тойын құтты болсын деп бір қошемет ұрып қояқшы өзіңізбен. Бәрекелді. Той құтты болсын, құдалар шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Енді ағайын мынау айтады екен. Баяғыда бір осылай Жақсыбай ағамызға ұқсаған бір кісі құдаларым күтіпті. Қазір менің құдаларым келеді деп. Сөйтіп ауылдық жерде құдасын күтіп тұрса бір ағамыз. Үйдің алдына бір болар емес үлкен автобуске тоқтатты дейді. Бір автобус өккепті құдалары. Автобустың алдынан да түсіп атыр, арқасынан да түсіп атыр, үйдің егесін көз шығып кетті. Ойпырмай, құдаларды қайқа сыйғызам деп. Сонымен баяғы ауылда екі жайға бөліп кіргізіп, құдаларды әрең жайғастырып болғаннан кейін құдасы айтты, құда депті, бері кел депті. Біздер өскен өнген әулетпіз. Мына елуіміз келдік. Содан бір кіз айтты, біздер 50 құда келдік. Осы 50 құданы киттейсің депті. Сөйтсе тойдың егесі далаға шығып, әйелімен тоң-тоң ұрса береді дейді. Мазаш құдасы байқап қапты. Құданы ішке шақырыңдар депті. Құданы шақырып апты. Ал құда, біздер өскен өнген әулетпіз. Мына 50 құда келдік шаңырағына. Бірақ құралаға келген жоқпыз. Осы келген 50 құда тойыңызға тояны деп әрқайсысы қалтасына $100 сап келдік депті. Сөйтсе құдасы жылап атыр дейді. Қалған 50 қашан келеді деп. Сол сияқты құрметті ағайындар, бүгін мынау келген құдалармен танысайық. Алла қаласа кешке тойда қалған құдалармен танысамыз. Сөйтіп таныса береміз. Ал енді құдалар, орындарыңыз құтты болсын. Шыққан таныстырып өтсе. Мынау біздің Дұрышбек атамыз отыр төрде. Табысқан атап отырады, мені танып атқандарым. Біздің Мұхтар құда мен Сұлуқас құдағайдың шашбауын көтеріп келген жандары. Бір жақсылап таныстырып өтейік. Бүгін мынау Ақбілектің атасы, мынау әжесі, мынау нағашысы дегенде бір кісі таныстырып жіберсін. Кім айтады? Атын айтасыздар, аты айтқансын қолды көтеріп отырасыздар. Құдаларыңыз жақсылап көріп алсын. Ата ортақтасып келіп отырған жаңға ағайын. Енді біздерді мына Қарақалпақ Көлпектай руынамыз. Мынау жаңағы маған микрофон беріп жатқан баланы қарсы боламыз. Осы баландар жақсылап танып қойды, танымайтын болсаң да танысып. Енді үлкеннен бұл кісі біздің атамыздың баласы, атамыздың. Біз әкеміз туысқан бір қалың баласымыз, қазір үлкеніміз осы кісі. Аты Табысқан
Tekette bir amanlık o'zini sanadi. Onun mülyanında o'tgan çok koca olur, bayram bu. Ona Kasırbay degen hurmat yaptın, keyçalar yedi keyin muhtan. Onun mülyanında o'tirgan xaynim Gagarin degen baba. Ben tuğan takasın. Yerden de bana olsa bilmeydim. Şopursun bana yaptığım. Erdilik degen git karagar bak merkep. Bir yanında o'tgan bana da muhtar diyorum, o da balanın ağası bu, yemin ülken. Merkep degen git men ülken babam, ülken. Balanın ülken babası olur. Bizim bana tutandım. Kanıma olur dedi. Dün Muhammed degen git, Dün Muhammed. Ona bir yanında o'tgan muhtar nagaçtı bu. Mına bala, gaçtı olan benim Tursun degen bana tarafı var. Mına jogarda o'tirgan mana yer ara o'tirgan kişi benim bağırdım oldanay degen nereden kaçırmay. Mana yanında o'tirgan men qarindashim Nandi degen mana. Mana yoqda o'tirganda gayan ushqishdan keyin degen mana. Xudo mı? Xudo bola. Qayerda? Taqidin qaysi? Taqid. Qo'yasın ben. Qo'ya mana ağaçlardan. Mana bir yoqda o'tirgan kishi mana ko'ksi tog'dan keyin mana kishi o'tirgan. Mana yoqdagilarning bor. Bayanın enesi. Mana kishi bayanning enesi ekan. Bayag'i Temirxon degan kishi bor to'ylik. Nadigan degan kishining ağası sol kishining kempiri bu. Mana kishi Benim tağam. Yengilken tağam. Babam. ne deyim ben? Ya Yangi qazg'andan keyin nagash ekan so'qasi. Buna da nağaç. Bu kişi nagash ekan. Bu ular tumjut hanmayında oturgan da Xudo bilan yeng istagan. Mana yandagilar da bu bo'jesi daga. Nagash namazning baldari. Qo'shib balg'a olib ish qilib yoqdan. Nima mana ular enamning qizi bu. Atlarning balam. Mana qizi. Qayerdan? Mana kulib o'tgan jo'varda kulib o'tgan kichkinda edim, Saraxon degan. Ko'zim Saraxon deyib, biroq Saraxon, Shatak. Mene yaman. Keyin qo'llarında bir kiyiklar burada yürüyen jo'ga. Mana o'tirgan nima mana. Yetti ular qizimni. Ko'yib qo'yib yaqlab berganlar, aqlan yaqlab beradi. Mana bana nagaçtına suqatdi. Mana bana men kuyov bolam. Qaralda qishaq bo'lar. Ulkan qizim kuyov, kızım var ulkan. Mana o'tirgan bu. Bu juvat bishara bu. Ana ucaman. Yaşım ağayda transportla rahmet ya. Yok uymayın. Kuşudanlar gibi olsa bugün kendini unuttuk bu bayrama tutulmuş. Bugün kendini küçük falan gelince. Kuşudanlar durar. Kocanın kızı. Yaşım ben kalmayacağımda heyecanlaştırar. Senin de kula vermeyin. Жүктеп біреу мінезіне дейін айтып таныстырды дейміз. Ал ағайындар. Мынау енді құдалар өз танысқанымызда қуаныштымыз. Мен де бөтен емеспін. Осы көрпелер елінің жиені боламын. Мына көрпелерге жиен боламын. Екен, өзімізге қуырайын деген екен. Мен әкем нағашыларымды күттіріп жатыр. Мынау камерашы, бұл да көрпенің баласы. Ұры көрпе. Қызықсаңыздар, сұрабаңыздар, кімнің баласы, шығу тегі кім екен? Ал енді құрметті ағайындар, өзіміз жақта бір кісі таныстырып өтсін. Бір сақадай сай болып бүгін құда күтеміз деп осы Жақсыбай ағамыздың, Пердегүл апамыздың, Нәписа анамыздың жалпы бауырлары жиналып отыр. Сіздер де құдаларға бір шеттен айтып өтің. Қол көтеріп тұрамыз, таныстарымыз. Қыдырмұрат Ыспан. Елмұраттың балдары, қыздары міне. Базаркүл деген апамыз міне. Одан кейін жаңа Жақсыбай құдаларыңыздың әкесі Жолдасбай. Жолдасбайдың міне келіншегі. Жеңгеміз Нәписа. Үлкен құдағайларыңыз. Бұл Нәписадан үлкен қызы Әдемау. Құдашаларыңыз. Одан кейін Құдайдың ағасы. Қасында отырған келініміз осы Таңбайдың үйінде құдағайларыңыз Ғазиза. Анау ортасында тұрған бала Сабыржан, осы Таңбай құдаларыңыздың баласы. Тағы қайсысы бар?
Кімді? Қайсыдан айттым? Міне мына Марал осы үйдің жаңа құдаңыздың ең кішкентай қарындасы. Елмұраттан не қылып жатқандар айтып. Мына Гүлбарам апамыздың баласы жиен. Жалайырдың баласы Түйекеш. Одан кейін Елмұраттан кейін Қыдырмұрат. Қыдырмұраттың қызы Гүлен апамыз. Көрпенің келіні болады. Сіздерге келін бұрын ба? Қайсысы бар? Міне Ыспан атамыздың кішкене қызы Гүлстан Теміртаудан келіп тұр. Мына кісі жиен. Алтынның жиені. Қайта атыңды ұмытып қала бергенім. Жұмабай. Шиелі Қызылордадан келіп тұр. Сталин дейміз кейгіз арасында. Кеземіз ғой. Тағының бар. Кесавиче. Бұна Жауынбай деген ағамыздың баласы. Сәбит. Бұна әпшесі Гүлмира. Менің өзім... Тағы кім бар? Басқа қалған жоқ па ешкім? Менің өзім таныстырсам сол... Ой, парсы жаңғап бұратыр. Қаяқта жүрсің парсы жаңау. Мынау Елмұрат атамыздың ең кішкентай қызы, құдаңыздың әпшесі Гүлпарсын аты. Осы Сарапшында тұрады. Мен өзімді таныстырсам, жаңа Қыдырмұрат дедім ғой, Қыдырмұраттың ең үлкен баласы Ерғали. Ерғалидің баласы менің атым Мәди болады. Мына кісі көрші, аты Майра. Мынау менің немерем, аты Диас. Ал құдалар таныстығымыз арта берсін, құдалығымыз 1000 жылдық болсын, сіздерге де төрге шыққандарыңыз құтты болсын, балдар бақытты болсын, тойды аман есен өткізіп, көңілді бірлеп, тұмақты шақтап, бүгін мынау тойын тойлап атсақ, нәсіп болса, сәл күнде шілдеханасын тойлайық. Сіздерде де үлкен той болсын. Бәрекелді. Тілек айтамыз өзімізше. Нағашылар бұл тілекке шығамыз қазір ағайын. Енді келіңіздер отырып алайық. Құдалардың үлкенінен отырғызып тұрғыза бермей қояйын. Осы отырған жерде біздің қазыналы қария аталарымыздан тілек естіп алайық. Бірінші тілекті осы табысқан атамыздан бастайық. Талай көкпарды айтып басынан бақ кетпеген, қазығынан ат кетпеген деп. Табысқан ата өзіңіз бір тілек айтыңыз. Ал енді қария үзілген жерді жалғайтын, неше рет ат соғып кетсе де көкпәрден қалмайтын атамыз болады. Бәрекелді. Ал табысқан ата. Мына осы ақсақалдар бірыңғай өздеріңіз айтыңыздар. Сіздерді тұрғызбақ баян. Мына егерде табыстыратын осы бір бала ғой. Bir bala bize sizimle tanıştırma деген toylarınız toyulaşın, balga bakıtlı olsun. Arkadaşlar koyduğunların toy olsun. Ortamızda bunlar yiyen kaykayla gidelim. Ben sana tanıştırdım bu boldu. Yedi bana yaptım buna. Aslanım, əllərim, qandaysızlar? Жақсыдар ма, шашырақсыздар ма? Біздер қуаныштымыз, не дейміз? Осы 2 жас себепшілері, осы тойдың кездесуіміздің себепшілері, осы 2 жас бақытты болсын, өмірлері ұзақ болсын, арамызда сыйластық болсын, сізсіз болайық, құдашылығымыз 1000 жылдық болсын. Сөйтіп қол ұстасып жүре берейік. Әлі қолдан ұстаған жоқсыздар, енді ұстайсыздар ма? Біздерде қолдан ұстайды бірден бар. Сіздер әлі қолдан ұстамай жатсыздар. Анда ер кісілерге бардыр. Біздерге әйел кісі де келсін. Бәрекелді. Болды ма? Бәрекелді. Құда тілек қабыл болсын. Ретімен бәрін ұйымдастырайық. Біздің қожын ашар, 9 ашар, оны да ортасына бір кіргізіп алайық. Ендеше ағайындар тілек қабыл болсын. Құдалар тілек қабыл болсын. Ал енді ағайындар, мен бірінші тілекті бүгінгі осы үйленіп жатқан балдарыңыздың нағашыларын жаңа ортаға шақырайын. Нағашылар, сіздер келіңіздер ортаға. Сіздерді бір әдемілеп таныстырып, өздеріңізден бір әдемі ақ тілек естіп алайық. Келіңіздер ғана нағашылар. Жиені үшін өмірде нағашыдан жақын жан бар ма дейді.
Al nagaşlar jeninin toyu kutlu olsun bugünkü. Endişe kelingizler, size nagaşlar aytıp özleriniz bir tanıştırıp jiberiңiздер kudalarga. Al kudalar nazарды бермен бұрайық, Тұрышбек ата, Табысқан ата. Біздің нағашылар қауыммен бір танысып алайық. Міне бүгін екі жақ бас қосып танысу болады деген. Мен өзімнен бастап таныстырсам, жұрттас Керейтпін, Пердегүлдің нағашымын. Менің әкемнің қарындасының қызы. Жақсыбай танысты ғой жаңа енді. Мына кісі менің жұбайым Несібелі ата. Одан кейін руы жапалақ алдым. Мына кісі Танжарық менің інім, әкемнің інісінің баласы. Одан кейін Құрметті қонақтар, төрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын, екі жақтың ауызбіршілігін берсін, екі баламыз бақытты болсын, дендері сау болсын. Мен ана құдағайыңыздың апасы боламын, туған апасы боламын. Пердегүлдің Пердегүл. Өзім атым Салиха. Шағым ғанақта отыр. Мынау сіңіліміз. Мынау жеңнің әйелі. Мынау жеңген болады. Аяқтан егеді. Өзінің кемпірі мен танып рұқсатым бәрі. Бекші деген нағашының кемпірі болады. Мынау той беріп жатқан күйеудің енесі бар ғой, соның кішкене. Інісінің келіншегінен тауып ала берген адам өзі. Жақсыбай, талап оң болсын, айналайын балдар бақытты болсын, Құда екі жақтың ауызбіршілігін берсін, Құда 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Осы отырған Құда андалардың үйінде де осындай кілең той болсын, сол тойларға барып жүре берейік, кілең ойын күлкі бола берсін. Құдай тойдан айырмасын. Бәріңе де құтты болсын Құдалар, қадамдарың құтты болсын. Құдағайлар, тойларыңыз құтты болсын. Сіңлім Пердегүл, Жақсыбай, тойыңыз құтты болсын. Мен осы Пердегүлдің апасы боламын. Ауызбіршілікті болайық. Барыс келісіміз үзілмесін. Екі жас бақытты болсын. Алла қаласа кешке де тойда айтамыз. Сол үшін бұл кешкеге тойға дайындық нәсіп болса. Ал нағашылардың тілегін естік. Осы жиендеріңіз нағашы деп құрметтеріңізді біле берсін. Сіздерге арқа сүйеп жүре берсін. Осы жиендер аман болып тай мен түйені міне берсін. Ал нағашылар, орнымызға жайғасайық. Арасында алың құдаларға барып тұрайық. Ал құрметті ағайындар, мынау тілекті де әрмен қарай жалғастыра береміз. Енді біздің осы Сәбит пен Әлібейдің сыбағасынан кейін бір құдаларды ойнатып билетіп алайық. Құдаларды түгелдей ортаға алып, тойдың сәнін келтіріп, бір билетіп алайық. Әрмен қарай сомен сценарий бойынша жалғастыра береміз. Келіңіздер бір құдалардың денесін қыздырып, бір ортаға билетіп алайық. Келіңіздер құдалар, Мұхтар құда, біздің сұлуқас құдағай. Келіңіздер ортаға, той иесін ортаға алып, құдаларды бір биге шақырайық. Бір ортада тойдың сәнін келтіріп билеп алайық.
Суық қалмай тартайық. Мына тоғашына сыртта тұрған құдаларды ішке кіргізейік, стол басына жайғастырайық. Келіңіздер құдалар, түгелдей стол басына жайғасайық. Ал енді келесі сыбаға біздің нағашылары Нұрбекет ағамыз бен Бауыржан ағамыздың сыбағасы, құдаларға, құдашаларға жалпы шашлик тартайын деп жатыр ағайын. Келіңіздер ғана нағашылардың сыбағасына жақсылап жайғасып отырмайық енді. Столға жайғастырып қойып алыңыздар, осы кезде құдалар жоқта әдемілеп ортаға орын ашып қойып алыңыздар. Бәрекелді, ой, біздің столасына жайғасайық. Мынау тартылып жатқан сыбаға, шашлик сыбаға біздің нағашылардың сыбағасы. Нұрбекет ағамыз бен Бауыржан ағамыз тартып жатыр. Енді тоғашыға қарайық, енді тосты қияйық. Алын әр сыбағамен алын отырғызайық. Жәріміздің тоғашылар қайда? Келіңіздер, мына сыбағадан алып отырыңыздар нағашылардың сыбағасынан. Енді ғайын мен ортаға қазір дүние ашамыз. Өзі барлығы сол сценариймен кетеді. Енді уақыт барда төрт көзіміз түгел кезде мен ортаға құда мен құдағайды шақыртып, осы көппен өзіміздің ағайын туысқанмен таныстырып, осы құда мен құдағайдың ортаға шақырып тілегін естейік. Ал ағайындар, бүгінгі той иесі Нәписа әжемізді және Жақсыбай ағамыз бен Пердегүл апамызды ортаға шақырайын. Келіңіздер ғана, Мейірімжанның әжесі, Асқартаудай әкесі мен анасы. Ал енді Ақбілек келіндеріңіздің Асқартаудай әкесі, Ақжаулықты анасы, Мұхтар ағамыз бен Сұлуқас құдағайды ортаға шақырайын. Келіңіздер құдағайлар. Хай ғана. Бәрекелді, келеміз. Келіңіздер. Біздің құдағай қайда? Пердегүл апа. Пердегүл қайда? Келсін ортаға. Апалардың сыбағасы бар деп жатыр. Одан кейін дүние ашамыз дейді. Бұл сыбаға үстімесі болып кеткен жоқ па? Сал арасы өзі бармаймыз ба? Кете бере ма? Келіңіздер, тұрып алайық. Пердегүл апам қайда? Келсін. Бәрекелді. Нәписәже, жақындап тұрайық. Ал ағайындар, біздің той төрінде тұрған құдай қосқан құдаларымызға бір қошемет көрсетіп қояйық. Бір қошемет ұрайық. Ал ағайындар, мына ұл өсірген атана армандайды екен. Балам жақсы жерден қыз алса деп. Қыз өсірген атана армандайды екен, қызым жақсы жерге барса деп. Аллаға шүкір, бүгін екі атанамыз құда болып жатыр. Мынау айтады екен ағайын.
Дүниеде не жақсы, дала жақсы, көп жылқының ішінде ала жақсы. Ғұмырыңды әрмен қарай жалғастырар, ізіңдегі із басар бала жақсы дейді. Қыс болса, көлдің бетін жабатын мұзда жақсы, астың дәмін келтірер тұзда жақсы. Тіріңде көрісіңді кеңейтетін, әлпештеп, аялаған қыз да жақсы дейді ағайын. Бүгін мынау ұл мен қызды өсіріп, құда болып жатқан біздің Асқар таудай әкелер мен аналардың тілегін естіп алайық. Енді ағайын бірінші тілекті жолы үлкен деп құдалардан бастайық. Мынау қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, алақанда мәпелеп өсірген Ақбілектің Асқар таудай әкесі Мұхтар құданың тілегін естіп алайық. Құрметті қонақтар, бәріңіз жиналып отырған сүйеніз мына 2 жастың несі бақыт тойы, тойлары құтты болсын. Бәріңіздің үйіңізде той болсын. Осы 2 жас бақытты болсын. Құдағай сіздерге де той құтты болсын. Қызымыз әрдайым бақытты болсын. Осы үйге той деп келейік. Бәрекелді ағайын, бір қошемет ұрып қойып, құданың тілегіне. Ал енді ағайындар, бүгінгі Ақбілектің ақжаулықты анасы біздің сұлуқас құдағайдың тілегін естейік. Қаймене не дейік, мына бүгін жиналып отырған себебіміз 2 жас қой, біреу қызым Ақбілек пен күйеу балам Ержанның бүгін мынау бас қосып ағайын туысты бәрі жинап отыр екен. Тойларыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын. Құда-құдағай тойларыңыз құтты болсын. Осылардың қызығын көріп жүре беріңіздер. Нәсіп болса осы шілдеханада да осындай қылып бастарымыз бірігіп өйстіп отыра берейік. Барлықтарыңызға денсаулық, той тілеймін. Барлықтарыңызға үйіңізде де тойлар болсын. Әй, бәрекелді ана, жүректен шыққан сөз жүрекке барады дейді. Біздің ананың тілегі қабыл болсын. Енді ағайындар айтады екен, әр сөзімді елеме, өз ұлыңа көп айтасың өнеге. Ұлың тәтті, қызың тәтті болғанмен, одан тәтті көрінеді немере. Әр сөзімді елеме, өлелгенше көтересің төбеңе. Шайда астық, отта астық болғанмен, одан ыстық көрінеді немере дейді. Бүгін немере келіннің қолынан шай ішіп отқан біздің Нәписа әжеміздің тілегін естіп алайық. Айтың әже. Құт тұрып бүгін. Әже, со бар ниетіңіз, тілегіңіз қабыл болсын. Осы немере үшін, бала үшін әрқашан дуада жүретін әжемізге бір қол соғып қойыңыздар ағайындар. Әжемізге бәрекелді. Ал ағайындар, олай болса бүгінгі құдасын күтіп жатқан, мынау көпті жинап, көптің батасын алайын деп той беріп жатқан біздің Жақсыбай ағамыздың тілегін естіп алайық. Жәке, айтыңдар. Құрметті халайық, міне бүгін жиналып отқан себебіміз мына 2 баламның несі ғой. 2 балам бақытты болсын, той қыласын. Құда сіздерге күйеу құтты болсын. Не дейміз? Балдарым бақытты болсын да. Репетиция Жақсыбай аға. Кешке бүкіл халық жиналған кезде әдейі шығарып сөйлетіп жатырмын. Кешке тұрып аласыздар да сыңғырлатып айта бересіздер. Сол үшін дайындық кешкеге. Мұхтар ағаң екеуің жақсылап дайындалбаңыздар. Ал енді біздің Пердегүл құдағайдың тілегін естейік. Құдағай дептің ғой, ең бақытты ана, ең бақытты ене деп біздің ененің тілегін естейік. Құдалар Ақбілек тыныш болсын десеңіздер, құдағайларыңызға қошемет ұра беріңіздер. Бәрекелді. Ал енді Пердегүл апа, бір балаңыздың 2 болғаны құтты болсын. Бүгін осылай Ақбілектей қызымызды өсірген ата-анасына деген, құдаларға деген, 2 балаңызға деген тілекті айтамыз. Міне бүгін себепші енді барлықтарыңыз жиналып отырсыз. Бір баламды үйлендіріп отырмын. Барлықтарыңызға келгендеріңізге өте қуаныштымын. Сіздер де үйлеріңізде осындай кең той бола берсін. Алғыда талаптарыңыз оң болсын. Әрқашанда қыз өсіріп, ұл өсіріп, ауызбіршілік бір бола берейік. Күйеу балдарыңыз құтты бола берсін. Әрқашанда биік болып жүре беріңіздер. Енді құтты бола берсін. Келіне антай деп айтпайды, өзі айтпаса да. Бәрекелді. Айтпайсыз ба, кешеден бері мен тілек жазып беретін өзім сындырып тұрып. Ал ағайындар, тілек қабыл болсын. Мынау кімсің Мұқағали Мақатаев атамыз былай деген екен. Үйіп өтен демеймін, күйіп өтен. Жақсы адамдар бар екен, сүйіп өтен. Жамандарды іздемен өзақ табар, жақсыларды табуын қиын екен. Сіздерді бір-бірлеріңізбен құда қылған, бұл да бір құдайымның сыйым екен дейміз. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Ендеше құда келіңіз, қыз бергеннің назы бар. Құдаңыз қазір жүгіріп кеп сізді құшақтайды. Бұл да кешкеге дайындық. Кешке көптің алдында ұялып қалмайық. Жәке, келіңіз. Ал енді қыз бергеннің назы бар. Мұхтар ағаң тұрады.
О, құдам деп жүгіріп барып құшақтайсыз. Бәке, құдаңызды бір құшақтайсыз. Тек шапкісіне тиіп кетпеңіз. Шапкісі түсіп кетпесін. Мәккем бол. Неге шешеміз ба? Шешеміз дым бастайып жоқ болса шеше берсей. Қорқып тұрған ғой мен. Ал мен, о, құдам де. О, құдам. Ой, де. Тоба. Бәрекелді. Негізі бір көтеріп қою керек шарт бойынша құданы бір көтеріп қой. Кәл көргені. Оп, ай, бәрекелді. Жақсы баяған дайындығы күшті екен. Ал енді құдалар, құдалық мың жылдық болсын. Келіңіз, кешке тақ осыны істейміз. Сәл басқашалау боласа үйреніп жатыр. Кел құдағай, біздің сұлу қас құдағай. Келіңіз кәні. Ағайымна екі құдада тұрған ештеңе жоқ. Гәптің бәрі екі құдағайда. Сосын бір құдағайларға қошемет тұрыңыздар. Енді бұлай қыламыз. Сұлуқас құдағай бір-бірімізді қостағанбыз. Бір жақсы ниетті Алла деп бастағанбыз. Сіздің құдағайыңыздан сәл объеміңіз үлкендігі бір соң құлап тастамаңыз қазір. Жаймен құшақтайсыз. Өз сәл нәзіктеу құдағайыңыз. Ал енді менің құдағайым. Ой, бәрекелді жүр. Қошемет ағайын. Бәрекелді. Петігіні бір көтеріп қоямайыз ба? Көтерме қой. Кешке жарамай қап тағы. Бәрекелді. Белден кетіп жүреміз. Ал ағайындар тілек қабыл болсын. Мынау осы өсірген ұл мен қыздың қызығын бірге көріңіздер енді. Алла қаласа бақ беделдеріңіз асып тұрсын. Мерейлеріңіз тасып тұрсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болып қайғы деген сіздерден қашып тұрсын. Алла қаласа осы ұл мен қыздың, немеренің қызығын бірге көру бәріңізге нәсіп болсын. Ал құдаларды енді орнына жайғастырайық. Кетті құдалар. Қойде. Нәпис әжем тап бір мен жақтырмай баратқа жақты ғымырауы. Әже кешке шығармайды сізді сөйлемейтін болсаңыз. Баяғыда мына мен қысаға бір асаба көп сөйлеп кетіп айтып атыр дейді. Әже көп сөйлеп кеткен жоқпын ба деп. Сөйтсе әжеміз айтады дейді, шырағым сөйлей бер, бәрі сен ешкім тыңдап атқан жоқ деп. Сол тыңдамағаннан Құдай сақтасын. Әжемнің де ниеті бір, тілегі бір ағайын. Осы балдар деп жүгіріп жүрген ақ жаулықты ана. Осы қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Әжемнің жолын берсін, жасын берсін балдарға. Ал ағайындар, біздің нағашылардың сыбағасын тарттық. Ендеше біздің апалардың сыбағасы бар дедік па? Дайын ба сыбаға? Дайын болса, ол сыбағанда тартайық, сосын уақытты кетірмей біздің дүнияны ашайық ағайын. Бір автобус дүния түсіп атыр әлі жерді. Оны кешке дейін ашамыз ау. Ал құрметті құдалар, мынау алып отырыңыздар. Той болған соң алың болады. Мынау біздің алтындардың жігіттері алың қылайық, құяйық. Мынау баяғыда бір ағамыз құдалыққа бара жатса, әйелі дайындапты. Барғасын ішпейсін депті. Барғасын ішпейсін деп. Сонда әлгі ағамыз айтты, құда бар, дос жарам бар. Біреу болмаса біреу іш десе не дейм депті. Ішпейм деп айт депті. Екінші кесе не дейм депті. Мен ішпегем деп айтасың депті. Ал үшінші кесе не дейм десе, мен өмірімде ішпегем деп айт депті. Әлгі ағамыз осылай құдалыққа кеп, құдалықтың төрінде отырса, барлық құда ішіп атыр дейді. Ағамыздың көзі қызып отыр дейді. Бір кезде бір құдасы кепті. Құда алың десе, мен ішпейм депті. Сөйтсе құдасы өте шығыпты. Әйелі мәз дейді қасындағы. Екінші құда кебе алың құда десе, мен ішпегем депті. Сөйтсе ол құда да өте шығыпты. Сөйтсе әйелі мәз дейді, көрдің ба, ешкім сенің аузыңа құймайды депті. Тұра тұрыңыздар. Үшіншінде бір құдаша кепті. Құда алың десе, мен өмірімде ішпегем депті. Сөйтсе әлгі құдаша бір аға, түріңіз ішетін адам түріне ұқсайды екен депті. Сөйтсе ағамыз әйеліне қарап айтады дейді. Ал не болды, айтпасаң да біліп қойды деп. Сол сияқты құда анда болып атырып, айтпасаңыздар да біліп қоя береді. Сол үшін ала беріңіздер. Ал енді бұл сыбаға кімдікі? Жақсыбай құдаларыңыздың апа жезделерінің сыбағасы екен. Кеттік қана. Ой, бәрекелді. Түр-түрінен тартып адық сыбағасы. Бейде. Келе беріңіздер. Нәсіп болса бүгінгі күндізгі той бұл құда күту.
құдаларды жақсының жақсылығын айтып нұры тассын дейді. Бүгінгі тойда өз үлесін қосып, осы тойда жүгіріп жүрген ағайын. Ал құдалар нағашы апа мен жезелердің сыбағасын алып алайық. Содан кейін біздің уақыт кетпесін, бүгінгі қыздың дүниесін ашып алайық ортада. Әрмен қарай билет тілекті жалғастыра береміз. Келіңіздер, енді алың-алыңға өтейік кәні. Апа жезелер қайда? Сыбағамен бірге алың-алың қылайық. Құйыңыздар кәні бәрі. Жақсының жақсылығын айтып нұры тассын деп бүгінгі біздің сұлуқас құдағайдың мәртебесін асқақтатып, мына дүнияны әдемілеп ортада көрсетейік ағайын. Ал енді мына жерде микрофонның егесі кім айтып тұратын? Келіңіздер, мынау мынандай деп ашып берейік. Құдағайдың әкелген дүниясын әдемілеп ел жұртқа көрсетіп берейік ағайын. Мен бұған араласпақ қояйын. Мен тыныш отырайын, әйелдердің затына араласпақ қояйын. Баяғыда бір молда, имам бір мешітте уағыз айтып атса, мына жағында отырған бір кісі араласа берді имамның жұмысына. Имамның жұмысына араласа берді, содан баяғы имамды бір састырайын депті әлгі кісі. Ал молдеке депті, осы шайтанның әйелінің аты кім депті. Сонда білесіздер ғой, молдаларда сабырлы болады. Сонда үндемей ғана, әй бауырым, шайтанның әйелінің атын дауыстап айтуға болмайды. Қасыма кел, құлағын айтайын депті. Сонымен жаймен келіп қасына келіп құлағын тосса, молда айтады дейді. Атаңа не деді, мен шайтанның әйелінің атын білетін, башан білмейін бір шайтан. Бар да орныңа тып-тыныш отыр депті. Сөйтсе анау әлгіге орнына отырып атса қасындағылар сұрайды дейді, кім екен аты, не деді деп. Бар өздерің сұраңдар деп айтады дейді. Сол сияқты мен де тып-тыныш орныма отырайын. Түсінбеген жерлеріңізді өздеріңіз сұрап аласыздар. Келіңіздер кәне, біздің құдағайдың әкелген дүниесін ашып алайық. Қыздың дүниесі. Кім ашады? Кел, микрофонды егелейтін кім? Ой, біздің Пердегүл апаңда айнаштан мына жерден шықпай қалды. Келіңіз, Пердегүл апа. Микрофонмен біреу айтып тұрсын, қалған ашады. Қайсы құдағай ашады? Сұлуқас құдағай өзіңіз айтасыз ба? Айтыңыз. Үстіне қосып айтың, мұнан пәленге атында оға берін келіңіз. Келіңіз кәл құдағай, әкеліңіз. Бірінші ашатын тоғызын бәрін ашып кейін. Сол білетіндеріңіз келіңіздер, микрофон айтып тұрыңыздар. Орталыққа кеп айтсын. Келіңіз, міне. Пердегүл құдағай келіңіз. Мауыздау. Лесігі менен. Тоқтап тұрсай. Тоқтап тұр. Фатима Зухра дейді. Мынау Фатиманікі. Мына бере бер. Жағынан қарап, есімде болсын. Ерғали құда. Тағы болды. Іртпай бер әкелі. Нағашы атасы Нұрбекет дейді. Написа құдағай. Написа же.
Айбеке құдағай. Гүлбарам дейді. Гүлбарам құдағай дейді. Тапқыз қайда? Тауып беріңдер. Шапқа қарыз. Құдағай тоғыз мынау. Той тоғыз. Той тоғыз ба? Той тоғыз ба? Келе, ана кепші келсе кесінді мұна кепші. Son nağaş. Aşarım. Aş. Toy toğuz bu. Ya. Ya. Құдағайға көйлегі несі бар? Я сколько чапар? Іліктәрмесін. Әншерге жеп қойсын. Мынау құдағайға да. Бер аған. Мынау кәмпит пішкен ана. Ал, анай қатар-қатар жүрсін. Енді қыздың киімін ашатын. Қыздың киімін ашатын. Әкет. Мынаны. Сандықтың ізі бар ма? Ашық екен. Мынау қыстық пальтосы шапкасы менен. Мынау күздік шуба. Шуба екен. Мынау 1.9 орамал. Костюм. Мынау жакеті. Мынау көйлек жаздық. Мынау күздік көйлек екен. Мынау жаздық көйлек. Мынау халат екен. Көйлек екен, көйлек. 5 ерлі көйлек. Мынау да көйлек екен. Жаздық 5 ерлі көйлек. Мынау қыстық көйлек екен. Мынау да жакет. Мынау сарапан. Мынау да қыстық көйлек. Мынау да жакет. Мынау көйлегі мен көкірекшесі. Тойға барғанда киіп шығады. Мынау халат екен. Шапышкасы бар екен. Мынау фені шашын құрғататын. Анау косметикалар. Күйеу балаға да бар екен ішінде. Сумкалар екен. 2 сумка.
Постельный нелер екен. Мына ашпай қылар. Мына туфлилардың етіктерін аш. Иә. Мынау туфли екен. Вечерний. Етік бар? Етік екен. Бұл сапог. Баш-баш қоя беремін. Бұл күздік туфли екен. Мына жерде тағы бір екі тапшықсы бар екен. Біреуі домашний, біреуі далаға. Иә, болды. Асты іш киім сүлгілері болды, ашпай ақ. Иә. Ана майдаларды салып жіберді, қалғандар тұра берсін. Кейін не аламыз. Апайға гүл берем қома, кейті бар. Көрпетесек та енді? Қазір әкел атыңдарымыз. Бірінші кілем чай болайық та? Иә, әкел кілем бар. Әне кілем де кілем бар. Мынау құданың тұсына екен. Иә. Посудалары. Кім ол нағашы? Өтек екен. Жерге қойып, ана сандық үстіне. Жоқ, оларға жоқ. Оларға жоқ. Өте, мынау шуылдайтын баспасы. Ысқыратын. Мынау тарелкалары. Не қатыр, баланы не қатыр көрші? Қаш. Ешқайсында жоқ. Оны атқан ба жоқ? Мынау шайнек самаурын баспасыменен жаңадан шыққан. Мынау баласы? Шопер дейді. Ет майдалайды. Мынау стакан екен. Бокалдары. Қара шай шығаратын баспасы. Мынау кухнилері. Ожауы бәрі бар ішінде. Комплект, набор. Алма тәрілке дейді. Біреуін ашып қойыңдар. Мынау да тәрілке. Шайнек екен мынау. Мынау екі кішкентай. Арақ ішетін неміз, стаканымыз. Мынау набор шайнек. Шайнек кесе.
Mına yaktan keseleri var kim? Aşağı yok. Ne kadar? Sırlı çelikleri. Tabakları. Kazan bәрін берсе, манты қазанды да беріп жібер. Бер жаққа ғой оны. Бергі қасық нелері. Ажақ қой ғой. Мынау шәйнегі. Ажақ қоя бер бұнда. Екі сырлы шелек. Әке. Мынау ет тартатына. Мясировкасы. Мынау манты қазаны. Манты қазаны. Мынау сок выжиманкасы. Соковый. Анау микроволновка пешкі ма? Жоқ, мынау микроволновкасы. Анау пешкісі. Анау пелесосы. Анау оқтау тақтайы. Кіл машинасы бар екен. Стенкісін апарып құрып қойыпты. Кішкентайлар бар еді, машинеме қалыңдар. Маңыз сындырма. Мынау жаңағы қырғыздың баласына. Ананда пашын қылына білмеймін. Мынау төрт қонақ көрпешесі. Болды. Мынау да сол. Онда жаңағыдай сырасына ма? Әкеле қойғанда бәт еді да жап шақты. Әкелді бер. Әкелген нәрсені біздің жақсылық байлаған тау. Байламай қалып кетеміз үйге. Енді тоқтат, сен де алмайсыңдар енді, басқаларға бересің. Әке. Қарсы қызыңа бір ұнақты. Әке, медикошқа болады. Сен жәпті болын ғой. Әке, қарсының қызыңа. Сен бала қала бітім? Жоқ, парсыныкі. Медикошқа берді. Алты көрпе. Алты жастық. 8 жастық дейді. Қаш. Әке, ашар маған я. Төрт көрпе. Мына екі көрпесіз. Бағасы 200. Барыңдар. Алған қалың мал сол бойынша көпсіңдер көп жаса. Дүнияларың тоза берсін, балдарың өмір оза берсін. Өзіміз жаққа өткізіп берді. Мені, ал сүйсем. Аштым. Ал, келіңдер. Оқтау тақтай үнілік. Оны жия қата. Әне, әдеңіздер. Шашатындарына кейіңіздер, шашайын. Мен қыстап Балдар мына келіп атқан дүниелерін тоза берсін, өмірдерін оза берсін. Балдар бақытты болсын, екі жақтың құдай аузы біршілігін беріп, тойларын той қаласы осы дүниенің келімінен бала теуіп тоздырып, рахатын көре берсін.
недеге мей мынау шаршамаймыз. Біздің бешбармаққа қонағасыға отырайық. Алағай мына жерде кешке тойымыз бар. Сол үшін тойхананың егесті асықтырып жатыр. Кешке мына жерге тақтау керек екен. Сол үшін тездетейік, уақытымыз кетпесін. Келіңіздер ғана, өзі 2-ге дейін деп құдасыйды алғанбыз. Келіңіздер, құдалар, құдашалар стол басына жайғасайық. Біздің пагоны бар, құдалар кесін ортаға. Кит киетін құдалар, құдашалар. Келіңіздер ортаға. Кит киетін құдалар, құдашалар, келіңіздер. Пагоны бар құдаша, келіңіздер. Ортаға келейік. Кит киетін құдаша, құдалар, келе беріңіздер. Бәрекелді. Құдалар отыра береді екенбіз. Отырған жерде иыққа жабады екенбіз. Келіңіздер қойынша біздің барлығымыз біреу шапаннан ұстап алайық. Құдашалардікін бір кісі, құдалардікін бір кісі. Осының бәрі құдағайға ма? Ой, алташ жүзікті да тағай. Алтын жүзігі құдағайға. Бәрекелді. Ал мына құдағай бұның себебін айтайын ба? Сіз осы күнді басыңызға бақ көргеніңіз үшін, осы қуанышқа тап келгеніңіз үшін, сізге бар тауарды жау қолыңызға сақина тағып атырып, қыздың дүниясын жынды қып ақ келгеніңіз үшін. Бәрекелді. Бәрі соның арқасы. Құтты болсын. Құдаға шапан ба? Бәрекелді. Мұхтар ағаға тақия киgsең де мәз Мұхтар ағам бүгін. Бәрекелді. Жастар бақытты болса болды. Ал құдалар құдағай болды ма енді? Болдыңыздар ма ағай? Біздің бешбармақ дайын болды. Болған болсақ, ортаны босатып, стол басын дайындап отырайық. Ал ағайындар. Киттің батасын беріңіз. Тәуірін таған кет, пәтел мен білем ба? Тәуірін сен таған кет. Бәрі қайдақты мән дедейміз. Рахмет, бардың нәрсе өзі мән деп отыр. Киттің пәтелін берді батыр, білгеніміз айтамыз енді. Жарасым жоқ құдырет, жарым аузын қаны ет, ғайбеден қырқырден назарын салып ет. Бақ дәулет перзенттерін еш көрмесін қасырет. Ақыбатымен тілектілерін, тілекті Алла қабыл ет. Дастарханың берекелі, осының басын берекелі болсын, көргенің қызық той болсын, балдарың бақытты өмірде шүгір болсын. Тойды ұлғаса берсін. Dayılarım sınamay verin, keldingdir jayna bəsilmen. Xuda bala xuda şey, havuzundan gül aşa, bilingdir oynanglar, toylanglar jurtim. Xuda bala xuda şey, havuzundan gül aşa, bilingdir oynanglar, toylanglar jurtim.
болған болсақ, қонағасының батасын алып алайық. Сонымен кешке тойға құдалар да дайындалсын, той иелері де дайындалсын ағайын. Ал ағайындар, мынау сіздерге ақ тілекті жеткерейік, осы әулетке тойдуман деп келейік. Алла қаласа, бүгінгі біздің тойымызды сіз біз болып бір тамаша той қылып өткерейік дейміз. Ал енді құдалар қонағасының батасын құдалардан алып алайық. Аумин десең қолың жай, жалы қарын жолға, жалы қаудың қамын етпейсің қадеген. Тілектерің мол болсын, тойларың тойға ұласын. Ал қашанда осы бай баласы алдында мені қара бақтың құдалығы мың жылдық күйеу жүзін. Той ұласын. Ай, тойлығы қашаларын егені ғой. Қарты баламызды жамай жүрген екен. Жәтте барлығы әзіл ойнап айтамыз. Әзіл деген жат нәрсе адамның көңілін көтеріп, міне бүгінгі күнде мынау ақшам дейдіна бір бәлелігі осы бір тойғанда кездесіп қалдық. Не демекшімін бір нәрсені айтып өтейін. Мынау ілгеріде Кейінлікті бір мафия жігіт анау юбилейден сепкен юбилей. Сен жақсысың ғой, юбилей. Соны мына Парижде мына бірінші әділетіған есептеген екен. Есептесе юбилей таппаған, баласы жақсы күткен, көңілден шыққан баласы күшілдері. Сонда кетіп барасып айтқан екен бай есептеген адамды. Балам, рахмет, папаң жоқтығын білдірмедің. Күтудің екі түрлі жолы бар. Біреуінің қайтымы болады, біреуінің айтымы болады деген. Айтымы да қайтымы болатын тіршілік қылдың. Рахмет. Барсам қайтарамыз, электеге деді айтып жүреміз деген. Сол айтқандай, мәреге бүгінгі мына қызмет, айтайын деп отырғаным қызмет, өзен қызмет, жақсы қызмет болды. Мына алтын ағайындарға рахмет, біздің жақсы құдаға рахмет. Көңілден шықтың. Әңгіме тамақта, арақта, ішке жеген де тұрған жоқ. Әңгіме көңілде тұрды. Бәсамын. Шай берсең де, бір есе су берсең де, көңіліңді ашып, ойласып берсең, оған жететін нәрсе жоқ. Бұл қалды ба, не тұрды дейді. Кім жетейді дейді. Рахмет. Елемесінің бүгінгі қылған қызметтерің үшін кеткен қателігі болса, басқа болса кешірем, қателігі жоқ. Бүгінгі күтін 500 пайыз болып дегенде болады. Рахмет. Мінекей отының басында той болсын, көргендерің қуаныш болсын, алдағы ойларың болса бәрі жетеуінде. Ашық болсын аспаның, мақтыр болсын басқаның. Бейбітшілік мынау заманда керегіне батқаның. Көргендерің той болсын, денсаулықтарың зор болсын, балдарың бақытты, өмірде шүкірлі болсын, дастарханың берекелі, отының басы берекелі болсын. Алла жақсы, тойларды жақсы күндерін нәсіп етсін. Сол шүретін нәсіп болсын. Рахмет. Әумин, жанынан бауырдай болып жайтамайық, құдалардың да кең пейілін қалайша байқамайық. Алла қаласа кешке тойдан да құдаларды риза қылып қайтарайық дейміз. Ал құрметті ағайындар, Алла қаласа кешке тойда барлығымыз жақсы жүзбен ойнап билеп күліп жолығайық. Ендеше келіңіздер, құдаларды қалай әндетіп, сәндетіп, билетіп қарсы алсақ, құдаларды тап солай билетіп шығарып салайық. Кешке тойда кездескенше деп. Кеткені құдалар ортаға.
Kudalarım ey kudagaylarım sınamayı verin keldindir jayna bezilmin kuda bala kuda şey havuzundan gülaşa bilingder oynandır toylandır